жақсы қабілеттердің қасиеттердің бірі ол жадный болмау. Инфобизнеста осыған дейін енді 2017 мен 2020-21 аралығында негізі кішкене инфобизнестің репутациясын құртып кетті. 2 аптада 5 күнде 10 күнде тауып кететін қыздар бар, 5 күнде миллион тауып кететін қыздар бар. Мен наставник ақша төледім ғой, ол маған істеп берсін, ол менің сторисім деген позицияда келеді. все мне должны деген позицияда ғой. Менің осы обучениемдегі қыздардың 95% нәтижемен шығады. Үлкен трансформация болуына әсер еткен нәрсе ол тәуекел етумен достигаторство дейді ғой. Сол партияға жұмысқа кіріп, елбасымыз алғашқы тұңғыш елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтан 2 рет алғыс хат алғам лично өзінен да. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, сіздермен мен Назия Беспаева. Бізде Women Time рубрикасы. Бүгін бізде қонақта Ақнура Ернарова. Бұл кісі наставник, эксперттерді табысқа шығаратын, миллиондарға шығаратын мықты эксперт. Яғни бүгін подкастта болатын барлық айтылған нәрселердің барлығын жазып алып отырсаңыз, сіз міндетті түрде миллиондаған табысқа шығып, өзіңіздің қалаған армандарыңызға жете аласыз. Ешбір сәтін жіберіп алмай көріңіздер. Бүгін біздің мақсатымыз Ақнұрдың образын ашу, бұл кісінің шынайы өмірдегі болмысын көрсету, яғни өмірлік ұстанымдарын, осындай үлкен дәрежеге жетуге не себеп болды, қандай қасиет қабілет сізге көмектесті, яғни алғашқы миллионды 25 жасыңызда табуға қандай қасиет қабілет сізге көмектесті, соның барлығын қазір бірге анықтайтын боламыз. Ақнұр ханым, қош келдіңіз біздің студиямызға. Қош көрдік. Біріншіден шақырғаныңызға үлкен рахмет. Прямо андай кішкене қобалжып дайындалмай келдім. Қобалжып тұрмын, себебі осыған дейін мен бірнеше подкаст болған болатын. Ол жерде мен тек запуск туралы айттым да, тек экспертлік, жалпы андай тұлғалығымды особо қатты ашылмаған. Сондықтан мен үшін де бір жақсы сұхбат болады деген ойдамын. Өйткені өзімнің осындай нәтижелерге жетуіме көмектескен қабілеттерімді ашып айта аламын деген ойдамын. Керемет, рахмет біздің шақыруымызды қабыл алғаныңызға. Менде мынандай сұрақ мысалы. Яғни мықты экспертсіз, наставниксіз, мыңдаған жүздеген оқушыларыңызды жетістікке жеткізіп келе жатырсыз. Өзіңіздің алғашқы миллионыңызды 25 жасыңызда таптыңыз. 1,5 жылда 150 миллион оборот жасадыңыз. Астанаға келе салысымен 3 бөлмелі пәтерге ие болдыңыз. Енді бұл ойлаймын өте керемет жетістік деп ойлаймын. Кез келген қыз соны жетістікке жеткізгісі келеді. Яғни сізге осындай наставник болуға қандай қабілеттеріңіз көмектесіп келе жатыр? Жалпы негізі наставник болу үшін де адамдарда бір, мне кажется, туа біткен қабілет керек. Өйткені наставник болу деген ол сен біреуді бір жақсы өмірге бағыттау, артыңнан ергізу, сөзіңді тыңдата алу, сөзіңді өткізе алу. Көп адамдар, енді менің алдыма қаншама адамдар келеді ғой, осы үйренгім келеді, осыны білгім келеді, осыны жасағым келеді деп, оған дейін наставникқа барған адамдар. Наставник болу үшін ең бірінші жақсы қабілеттердің қасиеттердің бірі ол былайша айтқанда жадный болмау. То есть өзіңнің бар біліміңді, білетініңді, осы күнге дейін жинағаныңды, үйренгеніңді ешқандай бір аяушылық сезімсіз алдыңа келген адамға біліп үйрете алу, бөлісе алу. Бұл ең бірінші қасиеттердің бірі. Екіншіден, келген адамның өзі білмейтін қабілеттерін, оның мықты тұстарын байқай алу. То есть келген адамның потенциалын аша алу. Ол адам осы уақытқа дейін өзін ізденіп түрлі курстар, түрлі кітаптар оқуы мүмкін, барлық нәрсені жасап көру мүмкін, бірақ сен именно ол өзі көрмеген, өзі білмейтін қабілетін ашып, оның былайша айтқанда ерекшелігін, уникальныйсын анықтай алған кезде, өзіне деген сенімділігін арттырып, ол адамға сенім беріп, сенің қолыңнан келеді деп жетелей алған кезде, нақты ол адамның өзіне деген сенімдікті көрсете алған кезде, сен мықты наставник боласың. Кез келген адамның қабілетін ашасың, оған бар біліміңді үйретесің, ол адам сенің берген біліміңмен әрекеттерін жасап кетсе, әрине нәтижені Аллах өзі ең әдемі түрде, көркем түрде береді ол адамға. Керемет, өте керемет. Қыздар, байқадыңыздар ма? Ең маңызды қабілетті айтып өтті, жазып алыңыздар міндетті түрде. Мен ойлаймын, өте дұрыс деп ойлаймын. Енді келесі сұрақ, жаңа айтып отырсыз ғой, мен наставник айтқан ақпаратты, білімді, жаңағы әрекетті дәлме-дәл істейтін қыздар бар ма? Соны істегісі келе ме? Әлде
жай ғана жетістікке жеткісі келетін адамдар көп па, қалай ойлайсыз? Жалпы негізі қазір бізде инфобизнеста осыған дейін енді 2017 мен 2020-21 аралығында негізі кішкене инфобизнестің репутациясын құртып кетті. Инфо-цыган деген нәрсе сол жақтан келді да. Білімі жоқ болса да, әйтеуір аудиториясы бар блогерлер, енді блогерлер қазір мен хейт етуім мүмкін, но аудиториясы бар блогерлер өздерінің білімі жоқ болса да кез келген адамның келіп дайындап берген курсын масштабно, качественно емес өтірік сатып, содан кейін қаншама адамдар эмоционально покупка жасап сол блогерлерге сеніп, содан кейін минусқа кеткендер бар, алданып кеткендер бар. Негізі масштабный курстарды мен өзім особо қолдамаймын, себебі ол жерде жеке бір адаммен касание болмағандықтан ол жерде нәтижеге жету ықтималдығы өте төмен болады. Сол себепті де шығар, мүмкін мен осы уақытқа дейін 2 жыл жүрмін запускта, 2 жыл жүрсем де әлі бір үлкен курс шығарғым келмейді. Мен үшін 15 қызбен жеке тет-а-тет жұмыс жасаған өте тиімді. Ал осы сұрағыңыз жалпы нәтижеге жету үшін дедіңіз, иә? Олар жасай ма айтқан нәрсені, жасамай ма? Әлде жеңіл ақша төлеп әртүрлі адамдар болады. Кейбір адам түсініп келеді, нәтиже Аллахтан екен. Жалпы мен кез келген адамға келген кезде айтамын, мен өзімнің уәде еткен білімімді, өзімдегі бар ақпаратты, өзімдегі бар қабілеттерді саған үйретемін. Сен соны бірме-бір жасайсың, нәтиже Аллахтан. Кейбір адамдар сразу 2 аптада, 5 күнде, 10 күнде тауып кететін қыздар бар, 5 күнде миллион тауып кететін қыздар бар. Ол адамдар жаңағы білімге деген аштықпен, бір еңбекқорлықпен жанталасып келіп тұрған адам жасап кетеді. Ал кейбір адамдар бар, всегда оларға бір адам бірдеңені істеп беруге міндетті деген келеді, сосын ойлайды, мен наставник ақша төледім ғой, ол маған істеп берсін. Мне должна деген позицияда келеді. Все мне должны деген позицияда ғой. Негізі ол өте дұрыс емес позиция, себебі әркім өз өміріне өзі жауапты. Сен қандай да бір жетістікке жеткің келе ма, қандай да бір арманыңа жеткің келеді ма, ол әрекетсіз келмейді ешкімге. Ал просто так удачамен келген нәрсе ол ұзақ болмайды. Кетіп қалады. Ол удачаны ұстап тұру үшін еңбек керек. То есть келген адам егер бірме-бір әрекетін жасаса, барлығын айтқандай істейтін болса, ол адам міндетті түрде нәтиже шығарады. Ал мен үшін істеп берсін, мен осыған төледім, бүйтсін, сөйтсін деген адамдар ешқашан нәтижеге жете алмайды. Керемет. А успешный кейстарыңыз бар ма өзіңіздің есіңізде қалған? Өте көп. Қанша миллион, ең көбі қанша миллион тапты? Өте көп. Негізі менде осы тұста бір кішкене мақтанып кетейінші деп. Бүгін рұқсат сізге мақтануға. Иә, сол. Жалпы мен наставник ретінде продуктты өте құрамын. Продукт деген ол обучениең, услугаң болсын, барлығын өте максимально прям нәтиже шығаратындай етіп жасаймыз. Мысалы, сабақты көреді, сабақты көргеннен кейін астында тапсырмасы болады. Практика жүзінде ол тапсырманы орындайды. Одан кейін мен сол орындаған тапсырмасына кері байланыс беріп, зуммен разбор жасаймын. Сөйтіп, то есть бірден ол адамдар не только сабақты қарап қояды, сол жерден практика жасап, менен кері байланыс алып, менімен бірге жасап, полностью бірден әрекетке көшіп кететін болғандықтан, енді продукт өте күшті деп айта аламын. Кез келген жасаған продукттарым, даже менің бір 5 күндік сабақтарымның өзінен 1,5 миллион, 3 миллион тауып кететін қыздар бар. Сондықтан менің осы обучениемдегі қыздардың 95% нәтижемен шығады. То есть нәтиже жасау конверсиямыз бізде өте жоғары. Оның ішінде өте көп, мысалға, осы ең соңғы потоктағы бір шәкіртімді айтып жіберейін. Осыған дейін ИП арест саласында жұмыс жасаған, услугамен орамалды болғандықтан бетін көрсетпей жүргізеді. Шатаспасам бір 101 ғана подписчигі бар енді. Сол кісі бізде тек услугасын сатып бір 300-400 мың, максимум 500 мың тауып жүрген. Осы уақытқа дейін бізге келеді, бізге келіп сату апталығында 5 күнде өзінің премиальный продуктысын шығарып, 300 мың теңгеден 4 адамға сатып 1 миллион 200 табады. Одан бөлек қосымша жаңағы услугасымен, мини курстарымен жалпы 1,5 миллион тауып кетеді. То есть өте күшті нәтиже. Ол кісі даже өзі кішкентай осы табысының өзіне үлкен нәтижелер жасаған, ақырындап үй алды, күйеуін умраға жіберді деген сияқты. Бұл менің ең кішкентай кейстарым. Енді
былай 300 мыңнан 1,5 миллион x5 жасап жатқан жалпы ең үлкен кейстарым да бар. Осы жолы біз Қарағанды қаласындағы мықты бір визажистпен запуск жасап 10 миллион теңге продаж жасадық 2 аптада. Ешқандай таргетсіз, рекламасыз тегін сабағының өзіне 3000 адам жинап, сол жерде вебинарда 1400 адам кірді. То есть ол өте визажист деген еще анда ниша ғой, узкий ниша ғой. иә, өте күшті конверсиямен сол кісіге продаж жасадық. Логопед, дефектолог экспертім бар менде. Жылдық наставничествомда жүрген 8 миллионнан 15 миллионға өскен. Негізі жалпы өте көп. Керемет. Менде мобилогов, таргетологтар жетеді жалпы. Сонда сіз өзіңіздің курсыңызда не үйретесіз, упаковать етесіз, олардың білімдері не, мен түсінгенім бойынша? Иә, жалпы маған келген адам әртүрлі запроспен келеді. Біреу жеке брендін дамытқысы келеді, біреу просто аудитория жинағысы келеді, да, подписчик жинағысы келеді, біреу өзінің курсын шығарғысы келеді, біреу услугасын сатқысы келеді, біреу осы уақытқа дейін сатып жүр, бірақ қалай сатарын білмей тоқтап қала береді және қымбат чекке сата алмайды. Сондай адамдарға мен қымбат чекке сатуды, өзін блогты жеңіл жүргізу арқылы, инстаграм арқылы табысын өсіруді, өзінің жаңағы идеальный продуктысын жасап шығаруды үйретемін. Мысалы, менде ақтөбелік Аққу деген ханым бар, жасы 50-де болса да, ол кісі бізде қазір тұрақты 6-7 миллион табысқа шықты. Ол кісі ең бірінші келген кезде наставничествосын 300 мыңға сатып жүрген болатын. Менің обучениеме келіп, чегін 1,5 миллион қойды. Көтерді. То есть продуктысын жақсылап упаковать етіп, 1,5 миллион теңгені еще наличкаға сатады ол кісі. Өзінің клиникасы бар, дәрігер врач. Керемет. Сіздің курсыңызда сатуды үйренеді, білімін жинақтауды, упаковать еткенді үйренеді. Одан қоса жаңағы өзіне деген сенімділік, курсын қымбатқа сату, осының барлығы сіздің курстарыңызда бар. Иә, менде курс емес, менде наставничество. То есть полностью менімен жұмыс болады. 1 ай ма, 2 ай ма? Жеке болса 2 ай, топтық болса 1,5 ай. Жалпы ол жерде мен негізі акцентті, ол жаңағы инструментарий ғой, оның барлығы біздегі жаңағы сату, түрлі контенттер шығару, аудитория алып келетіндей етіп, өзінің білімін аудиториямен бөлісе алу деген сияқты, ондайдың барлығы негізі инструмент. Барлық нәрсе негізі миллиондарға апаратын, кез келген істі бастап кетуіне, масштабқа шығуына, өзіне әдемі өмірді рұқсат бере алу дегеннің барлығы мида. То есть біз алғашқы апта тек мышлениемен, состояниемен жұмыс жасаймыз. Керемет. Өйткені мида ол адам, мысалға, 5 миллион тапқысы келеді дейді, эксперт келіп тұр, 500 мың тауып жүр, 5 миллион тапқысы келеді, бірақ оның миында 5 миллион деген ақшаға, үлкен ақшаға деген бір қорқынышы болса, сенімсіздік болса, состояниесі төмен болса, өзін өзі бағалай алмаса, өзін 5 миллион табуға лайықты адам санамаса, ол адамға сен хоть қандай инструмент бер, ол адам ондай сумманы тауып кете алмайды. Өзіне сенім жоқ екен. Иә. Ал өте керемет. Осындай бір сұрақ туындап тұр. Сіз өзіңіз бұның бәрін қайдан үйрендіңіз? Әлде туа біткен қабілет қасиет пе, әлде қандай білімдер алдыңыз, қайдан алдыңыз? Жалпы туа біткен қасиет деп айта алмаймын енді. Жалпы осы запуск саласындағы инструменттердің барлығын өте қымбат білімдер арқылы алу арқылы үйрендім. Соңғы обучение менде СНГ бойынша мықты продюсер, запускатор, наставник Михаил Тимочкадан оқыдым. Ал жаңағы өзіме қасиеттер, қабілеттер мені осы нәрсеге жетелейтін, вот ол нәрселерді мен айта аламын, туа біткен деп. Иә. Ол вот сол нәрселер туа біткен деп. Ол қандай қасиеттер, мысалы, сізге өте қазір көмектесіп жүрген? Енді бағана айтқаныңыздан бөлек. Жалпы енді мынандай нәрсе ғой, әжем өте көп ақыл айтатын, ата-анам өте көп ақыл айтты, ауылдың қызымын, сондықтан бір қарапайымдылық та осы жерде көп әсер еткен шығар. Қарапайымдылық, даналық, даналық деген, даналық деген жалпы мен әжемнен берілді деп айта аламын. Ең негізі маған осы өсіп кетуіме, менде былайша айтқанда үлкен трансформация болуына әсер еткен нәрсе ол тәуекел етумен, достигаторство дейді ғой. Қазақшасы қалай енді білмедім, достигаторствоны. Жаңағы жетістікке ұмтылу. Тәуекел ету деген өзі мен бұрыннан сондай қасиетім бар. Любой нәрсені Аллахқа сеніп тәуекел ете саламын. Сомневаться етпеймін. Менде ой келді ма,
24 сағат немесе 48 сағат ол ой менің миымнан шықпай жүр ма, мен ойлаймын все, маған мына Істеу нәрсені керек. жасау керек. Мгм. Жалпы кез келген негізі ең бірінші келетін ой бізге Аллахтан. Одан кейінгі жаңағы сомневаться ететін нәрселердің барлығы, жалпы сомнение, күмән дегеннің барлығы негізі бізде шайтаннан ғой. Мгм. Қосалқы ойлардың барлығы Иә, иә. бізді қайтаратын, ол бізде шайтаннан. Сол себепті мен ой келеді ме, бірден әрекет етіп бастап кетемін. Керемет. Яғни тәуекелшіл болу өте маңызды дейсіз ғой, иә, бұл Иә. жерде? Тәуекелшіл болу, ал достигаторство деген қабілет ол енді Арман мақсатқа жетуге қатты қалау, иә, меніңше? қатты қалау біріншіден. И мне кажется, мынандай нәрсе да, менің өзім үйде біз 3 қызбыз. Мгм. Үйде 3 қыз болғандықтан, енді ауылды жер болғандықтан всегда там көршілердің әңгімесін естисің. Ой, сенің орнына там Ернұр деген ұл келу керек еді. И менің артымнан бала жоқ қой. Иә, иә. Вот сен май көтем бала болмай қалдың, артынан бала ермей қалды деген сияқты нәрселердің барлығы негізі кішкентай болса да, ол күліп айтуы мүмкін, ойнап айтуы мүмкін, но ол неосознанно адамның жаңағы эгосына, санасына тиеді. Вот сол нәрсе менде достигаторствоны бір жағынан көмектесті, күшті қылып арттыруға. Не себепті? Себебі мен ойлайтын, вот көресіңдер, мен вот папамның атын шығармасам қоймаймын. Мен вот бай болам, мен папаларымды, мамаларымды шетелге апаратын болам, осындай болам, мындай болам деген сияқты. Сондай бір кішкентай кезімнен достигаторство мен бойыма сіңіріліп өсті да. Сол себепті мен жалпы мектепте активист болдым деп айта аламын. Қыз болсам да 10 ұлға татырлық қыз болам деген сияқты мақсат Иә, сондай бір мақсат болды. Жалпы 15 жасымда мен осы активист болып жүріп, бұрын бізде Нұр Отан болды ғой, партия, қазір Аманат болды. Сол партияға жұмысқа кіріп, елбасымыз, алғашқы тұңғыш елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтан 2 рет алғыс хат алғам лично өзінен да. Оның өзі менің ата-анам өте қатты қуанды деп ойлаймын. Осы запускқа келгелі, табыс тауып бастағалы ата-анамды қуантып бастадым. Ең алғаш рет ол кісілерді шетелге шығардым. Енді кез келген баланың арманы деп ойлаймын, ата-анасына ең жақсыны, ең әдеміні көрсету. То есть осы тәуекелшілдікпен бастаған ісіңді соңына дейін апару деген қабілет мені қазіргі миллиондарыма, осындай жеке брендім дамып, көп адамдар мені мойындайтындай, мені адамдар ролевая модель қылып көретіндей күнге жеткізді деп ойлаймын. Өте керемет. Рахмет сізге. Келесі сұрақ, сіз негізі өзіңізді еңбекқор санайсыз ба? Еңбекқорсыз ба? Санаймын еңбекқор деп. Енді мен бірақ андай адаммын. Бір өліп талып кровь из носа жұмыс жасайтын адам емеспін. Мен былайша айтқанда тек мимен жұмыс жасаймын. Менде определенный физический жұмыс емес? Иә, физический жұмыс емес. Өзі біздің былайша айтқанда фитрамыз, жаратылысымызда да Аллах өзі солай әйел адамға на расслабоне, шаршамай, қиналмай, жеңіл жұмыс жасауды енгізіп қойған ғой. Бізге туа біткен сондай бір қабілетіміз бар. Ол ер адамдарға жаңағы қиналып физически жұмыс жасап ақша табу деген. Мүмкін көп әйелдердің нәтижеге жетпей жүргені осыдан да болар. Өйткені өздерінің жаратылыстарын мойындамай жүр да. Жеңіл ақша табуға болады деген нәрсеге сенбейді да, қиналып сменмен жұмыс істеу деген мысалға әйел адамдарға мүлде керек емес нәрсе. Әйел адам баласының жанында, үйіне, ошағына қарап отырып та, налайте жүріп ақша таба алады. Мысалы, қазір сізді көріп отырған сіздің оқырмандарыңыз, жас қыздар, декретте отырған аналар, 40, 50, 60 жас айырмашылық жоқ. Мысалы, ол кісілерге қандай кеңес бересіз? Олар неден бастау керек өзінің алғашқы миллионын табу үшін? Именно сіз арқылы, сіз сияқты мықты наставник, опыты бар, мыңдаған жақсы шәкірттері бар, который нәтиже көріп жүрген, осы сияқты экспертпен жұмыс жасаған кезде неден бастау керек жалпы? Жалпы негізі қабілет өзіне өсіру керек па, да, или қалай? Жалпы негізі даже наставниксіз де бастауға болады. Пысық қыздар болады ғой, өздері бастап кеткен. Мысалы, кез келген адамға өзін табуды ұсынамын мен. Всегда вот біз көп сөйлеу мүмкін, мен қолымнан не келеді. Қазір біреулер ойлауы мүмкін, вот қазір там Валберес Каспи деген күшті болып жатыр, мен соны оқып алуым керек. Жоқ, ол әр адамның өзінің бір қабілеті болады. Мысалға, кейбір адамның қолынан сауда шынымен де келмеуі мүмкін.
немесе кейбір адамның қолынан осылай біреуге адамдарға қызықпай иә өзін білім беру, адамдарға сабақ үйрету деген қолынан келмеуі мүмкін. Оның қабілеті болмауы мүмкін да. Сол себепті ең бірінші адам өзінің қабілеттерін анықтау керек. Менің қолымнан не жақсы келеді. И мына нәрсен егер ол ойына келмей жатса, мен қолымнан не нәрсе жақсы келеді деген ой келмей жатыр ма, айналадағы адамдардан сұрау керек. Ол адамдар сенен нені көреді? Біз мысалға тәтті пісіре алмайтын адамға маған мына күні қонақ келеді, маған тәтті пісіріп берші деп айта алмаймыз. Себебі білеміз оның тәтті пісіре алмайтынын. Немесе қолынан тігін келмейтін адамға мен шалбарымды қысқартып берші деп ұсына алмаймыз да. Сол сияқты егер сізден көп адамдар белгілі бір нәрсені сұрайтын болса, күнделікті өмірде, значит сіздің мықты қабілетіңіз сол болуы мүмкін. Сол нәрсені дамытып көріңіз. Біліміңіз жетпесе, сол салада арзан болсын білім алып бастап көріңіз. 15-20 мыңдық мини курстардан бастап көріңіз. Сосын кез келген нәрсені ең күшті ключевой момент, осыны прям қыздар миларыңызға құйып алыңыздар. Ең ключевой момент не нәрсе бастасаңыздар да без ожиданий бастаңыздар. Ожидание деген ең андай адамды прям выгорать еткізіп жіберетін, құлатып жіберетін ең үлкен андай бір факторлердің бірі. Кез келген нәрсені ештеңені ешкімнен еш нәрсе күтпей бастаған дұрыс. Блог жүргізіп бастап атсың ба, сен күтпей, ертең сенде бір рилсың атып кетіп 1 миллион просмотр болып кетеді. Әр процесстен ләззат алып үйрену керек та. Вау, мен блог жүргізіп бастадым, мен күнде сторисқа шығып жүрмін. Бүгін мені кешегіден қарағанда 3 адамға көбірек көрді. То есть осы сен процесстен ләззат ала бастаған кезде сен результатқа былайша айтқанда қатты байланбайсың, нәтижеге байланбайсың, сен өзіңнің прогрессіңнен ләззат алып жатасың, и результат сен ойлағаннан да күшті болып шығады. Ал сен былай ойласаң, блин, мен 10 мың подписчикқа әлі жете алмай жүрмін, әлі мені 100 адам қарайды деген кезде, вот сен 10 мың подписчикқа 5 жылда да жетпеуің мүмкін. Обесцениваешь себя. Иә, өзіңнің ынтаңды, әрекетіңді төмен түсіріп бағаламай жатқан кезде сен нәпсің де ол нәрсені істегісі келмей қалады. Біз әйел адамның нәпсісі өте жоғары ғой. Біздерде эгомыз, нәпсіміз бізге каждый раз договариваться етіп отыру керек. И ниетті жаңалап отыру керек. Сен кім үшін, не үшін жасап жатсың? Жалпы көбісі келеді, мен блог жүргізгім келеді, мен танымал болғым келеді. Не үшін деген сұраққа жауап бере алмайды. Конечная цель, точка, яң сенің жеткің келетін. Мысалға, мен өзімді 10 жылдан кейін қандай ақнұр қылып көремін? Қандай табыста, мен окружениемде кімдер жүр, мен өзім қандай үйде тұрып жатырмын, менің өмір салтым қандай, мен соның барлығын ойланам. И сол нәрсеге ұмтылу үшін мен қазірден бастап кішкентай әрекеттерімді жасаймын. Ал көбісі осы точка ясын білмейді, қандай жерге, қандай точкаға жеткісі келетінін білмейді да. Рандомный әрекеттер жасайды. Анау жасап жатыр ғой, мен жасайын, анау істеп жатыр, мен істейін деген сияқты. И ол нәрсе адамды жетістікке жетелемейді ешқашан. И самый главный нәрсе ниет түзу болу керек. Вот мен бай кеткенімді көрсін аналар, қызғансын, мен іштері күйбөлсін деген ниетпен сен никогда баймайсың, никогда успешный болмайсың. Сенің ниетің, Аллахым, сен маған барлық мұсылманға әдемі өмір сүруді нәсіп еттің. Мен сол әдемі өмірді сүргім келеді. Сенің ең көркем жерлеріңді көргім келеді. Мысалға да шетелге шыққысы келетіндер. Сен жаратқан ең әдемі, ең көркем мінезді адамдармен сондай ортада болғым келеді. Сен ризық шексіз бұл әлемде. Сол шексіз ризық менің өмірімде болғанын қалаймын. Мен дүниеге жаңағы жүрегіммен емес, қолма маған дүниені үйіп төгіп беріп қой, мен жүрегім байланбайтындай, мен құлшылықтан басқа, жаңа қайырымдылық, құлшылық, сенің парыз еткен нәрселерден басқа ештеңені ойламайтындай, барлығын маған жеткілікті үйіп төгіп беріп қой десе, сондай ниетпен басталған нәрсе, Алла разылығы үшін ниетпен басталған нәрсе ешқашан сені минусқа апармайды. Керемет. Өте жақсы, өте мудрые слова деп айтатын едім. Әрбір қыз соны түсінсе екен деп. Енді менде мынандай сұрақ туып жатыр. Бізде қыздардың көбісі бастағысы келеді. Мысалы, декретте отырған аналар бар, декретте емесі бар деген сияқты. И көп айтады, бізде қолдау көрсететін күйеуіміз жоқ, күйеуіміз қолдау көрсетпейді.
там тыйым салады инстаграм ашқанға, сауда жасауға, жұмыс жасауға. Әсіресе мына батыс жақта, оңтүстік жақта ер адамдар әйелдің табыс табуына қарсы. Еще өздері ақша бермейтін де кездеседі. Өзім тоже жұмыс жасап жүрмін ғой адамдармен. Байқағаным сол, енді көбі болмаса да бар арасында. Яғни сіздің мысалы жетістікке жетуіңізге менің білуімше күйеуіңіз әрдайым қолдап отырады. Иә. Бұл қаншалықты маңызды күйеудің қолдағаны? Мысалы сіздің сөзіңізді тыңдап қыздар өздерінің күйеулеріне жіберсе дегенім ғой, бөлісіп. Негізі өте маңызды. Әрине ешкімге кеңес бермеймін күйеуінің рұқсатынсыз белгілі бір нәрсені бастауды. Өйткені көп қыздар күйеуіме айтпай рассрочка алып обучение алдым, 3 миллион қарызым бар, күйеуім білмейді деп айтып жатады. Ол негізі өте дұрыс емес. Күйеуіміздің рұқсатын алу, оның разылығын алып кетуіміз маңызды. Себебі біздің мына өмірде жасап жатқан әрекеттеріміздің барлығына ертең ол кісілер жауапты болады ана өмірде. Сондықтан олардың рұқсатын алуымыз өте маңызды. Бірақ жалпы не себепті мен ойлаймын күйеулері рұқсат бермейді. Біз әйел адамдардың көбіміз ашып айта алмаймыз. Қырсық қаламыз. Мен мында істейміз дейміз. Сосын ол қойшы қайтесің дей ма, все қырсық қаламыз да назло барып сатып алып деген сияқты нәрселер жасаймыз. Ал сол нәрсені қарапайым тілмен түсіндіруге болады. Осылай отырып күйеуіне. Вот күйеуім маған не үшін керек? Иә, күйеуім дей ма, отағасы дей ма, атымен айтайын мысалға да. Мен үшін мына нәрсе маңызды болып тұр. Мен осы салада өзімді көргім келеді. И осы салада мен өзімді көру үшін сіздің қолдауыңыз маған өте маңызды болып тұр. Пожалуйста, давайте маған осынша уақыт беріңізші. Мен бастап көрейін. Бастай алмасам, сіздің дегеніңіз болсын. Деген сияқты келісу керек. Ер адамдар өте тез келіседі ғой негізі. Әйел адам мандай, біз негізі әйелдер хитроямыз ғой. Кез келген адамды көндіре аламыз сөзімізге. Қаласаң дейді ғой. Иә, өзің қаласаң. Просто ер адаммен тоже тілдесе алу керек, ол адамның ойын түсіну керек, оның армандап отырған 10 жылдан кейінгі болашағы қандай, сенікі қандай. Екеуіңдікі сәйкес келмеген жерде ол дұрыс болмайды. Екеуің сәйкес келіп бірге әрекет жасап бастасаңдар, вот табыс келіп бастаған кезде кез келген ер адам қолдайды деп ойлаймын. Себебі Аллах тағала өзі біледі ризықты отбасыға кім арқылы беретін. Мүмкін ол әйел арқылы береді, белгілі бір уақытта, белгілі бір уақыт күйеу арқылы береді. Белгілі бір уақытта вообще баласы знаменитый болып кетіп, бала арқылы келіп жатуы мүмкін. Сондай бар ғой. Сондықтан осы нәрсені түсініп, күйеулеріне дұрыс түсіндіре алған кезде, күйеулерінің рұқсатымен бастаған кезде, ол вообще өте жақсы болады. Күйеудің қолдауы өте маңызды. Күйеудің қолдауы өте маңызды. Менің жағдайымда күйеуім өте қолдайды. Мен любой бір идеям болған кезде сразу ұйықтап атқан жерінен оятып айтамын. Менде мынандай идея келіп тұр. И всегда маған айтады: давай істе, таппи, сен күшті істейсің осыны, сен қолынан келеді. Иә, одан сайын уверенность пайда болады. Одан сайын вот мен істей аламын деген нәрсе пайда болады да. Бірден бастап кетесің. Сол себепті әйел адам үшін әрине так же как ер адам үшін әйелінің қолдауы маңызды болса, әйел адам үшін де ерінің қолдауы, қорғауы маңызды. Жаңа біз енді блог жүргізіп бастаған кезде өзіңнің достарың арасында, жаңағы төркініңнің, қайын жұртың арасында ой анау не істеп жүр деген темалардың барлығы болады, когда күйеу қолдай алмаған кезде, күйеу тұрып бере алмаған кезде. Егер күйеу сәтсіздіктер болады, қателіктер болады мысалы. Күйеуің егер ол істейді, ол істей берсін, ода шаруаларың болмасын, оның өміріне мен жауаптымын, мен рұқсатын бердім деген жағдайда ештеңе айта алмайды. Әрбір ер адам солай айта алса, әйеліне тұрып бере алса, өте керемет болады. Олай айта алады, әйел аманат екенін түсінген ер адам. Енді ол үшін ер адамдарға арнайы курс керек шығар. Енді көбі. Қазір ер адамдар бұрынғыдағыдай емес қой, үйде отыр дегенді. Мен айтып отырмын, біз енді үлкен Алматы, Астана қалаларында енді көбірек қой бұл жақсы қолдау табып жатыр әйел адамдар. Мен сол батыс жақтан байқағаным, оңтүстік жақтан байқағаным, көбі ер адамдар қолдамай жатыр деген соны айтқаным ғой. Ал сіздің айтып жатқаныңыз барлығы өте дұрыс, керемет. Енді жалпы кішкентай Ақнұр, бала күнгі Ақнұр қандай болды?
бала күнгі Ақнұр өте ерке болды. Мен үйдің кенжесімін. Менің әкем үйдің кенжесі. Жалпы мен әулетте кенжемін. Сондықтан әулет болып еркелетіп өсірген қызбын. Ешкім бетімді қаққан емес. Сондықтан да болар. Мүмкін мен андай қатты ашыла алғаным, потенциалымды өте қатты, былайша айтқанда, аша алуымның себебі ол ата-анамның да үлесі зор деп айта аламын. Өйткені ешқашан бетімнен қаққан емес. Мен биге қатысам деймін ба, биге қатысам, спектакльға қатысам деймін ба, спектакльға қатысам, қалада оқимын деймін ба, қалада оқимын. Не айтам, не қалаймын, соның барлығын бетімнен қақпай өсірді, өте қатты еркелетіп өсірді. Сондықтан да менде бір андай бір детский травма деген жоқ па? Жоқ, детский травма деген жоқ, өйткені өте ерке болып өстім. Ондай бір бетімнен қағып, аяғымнан шалып, отыр сен бүйтпейсің деген нәрселер болған емес. Сол себепті де осы үшін ата-анама рахмет айтқым келеді. Өте қатты ашыла алдым. Қазіргі енді ашыла алудың арқасында келеді ғой әлемде. Вообще мүмкіндік деген. Өзіңе рұқсат беру. Өзіңе қаншалықты рұқсат бересің, соған байланысты. Жалпы өзіме кішкентайымнан барлық нәрсені рұқсат беріп келген адаммын. Бірақ енді ондай бір избалованная да болмадым, өйткені былайша айтқанда баланс ұстадыңыз. Баланс ұстадым, себебі әжем миыма құятын маған. Кішкентай кезімнен әжемнің жанында жатып өстім ғой енді. Сол кезде әжем всегда айтатын: ақылды ерке бол. Қыз бала шошақай болуға болмайды, ақылды ерке бол. Сен ақылды еркесің. Осылай ақылды еркесің. Осы ақылды деген сөзді миыма құйып тастағанда, мен өзіме ақымақ болуға рұқсат бермейді екенмін. Еркесіз, бірақ ақылдысыз. Еркелігіммен енді ақылдылығымды бір ұстап тұрдыңыз. Бір деңгейде ұстап отырамын. Жалпы енді былайша айтқанда бір әртүрлі покупкалар жасатып, ананы мынаны сұрап, ондай қыз болған емеспін. Жалпы отбасымызда да енді ата-анам ауылда тұрғандықтан, мал ұстағандықтан, былайша айтқанда бір орташа, қалай айтсақ екен, бай да болған жоқ, кедей де болған жоқ, орташа ел қатарлы отбасыда болдым. Сондықтан мысалға маған былай мотивация беретін негізі ше, мысалға мен iPhone 5S шыққан кез ғой, сол кезде негізі ата-анамның жағдайы жетті ол 5S-ті алып бере салуға ше, бір малды сойып алып бере салатын ақша ғой мысалы. Бірақ ата-анам маған мынандай нәрсе айтты: егер сен өзің оқуға өз күшіңмен грантқа түсетін болсаң, бірінші жаңағы семестрді 5-пен жаңағы гранттан түсіп қалмай аяқтайтын болсаң, біз саған 5S алып береміз. Ол да бір үлкен андай достигаторствоны шыңдайтын нәрсе деп айтатын едім. Мен 9-шы класстан бастап, помню, прям пробный тесттарға барып дайындалып, өз күшіммен грантқа түскен болатын. Олар сізге дұрыс мотивация бере алды. Дұрыс мотивация бере алды. Керемет. Енді сізге келесі сұрақ: сіз үшін өзіңізді успешный деп санайсыз ба? Успех деген не сіз үшін жалпы? Өзімді успешный деп санаймын. Успех деген өзіңнің армандаған өміріңді, қалаған жолыңа, миссияңды тауып түсе алу. Адал жолмен, ешқандай хайпсыз. Қазір жақсы көреді ғой хайппен танылуды. Адал жолмен бір күнде 1 миллион подписчик болып кетпесе де, мысалға менде 2 жылдың ішінде 2000-нан 25 мыңға өсіпті. Алдында бір отырыста барсам айтып жатыр да бір қыз: Ақнұр ханым, сіз күшті өстіңіз ғой, подписчигіңіз өсіп кетті. Мен айтамын, 20 мыңға ғана өстім ғой. Бірақ сосын қарап отырсам, зато экологично өстім. Таза, шынайы подписчиктер. Таза, шынайы деп. Мен үшін успех деген сол өзіңнің қойған арман мақсаттарыңа адал жолмен, ешкімнің ақысын жемей, таза нанмен жете алу. Мен үшін успех сол. Керемет. Жалпы инфобизнесті кез келген адам бастай алады, түсінгенімше? Мен жалпы нөлден бастаған адамдардың қатарынанмын. Мен жаңа айтып қанша ақша керек жалпы? Тәуекел деген нәрсені айттым ғой, жаңа өте қатты тәуекел ететін адаммын. Жалпы менің историям былай басталды негізі. Кішкене айтып өте салайын. Қазір мүмкін біреуге пайдасы тиіп қалар, мүмкін біреу дәл қазір менің сол бұрынғы
точка амда отырған шығар. Былайша айтқанда мен тоже декретте отырған ана болдым. Бізде ата енемнің өздері қойған бір условиясы бардың. Балалар балабақшаға кірмейінше, балалар 3 жасқа толып, самостоятельно болып, өздері горшокқа отырып, өздері тамақтарын жеп, тілі шықпайынша жұмысқа шықпа деген. Ол бір қатаң не емес, просто сөз арасында маған сол дұрыс болады ғой деген сөз айтты. И мен ол кісілердің сөзін әрине тыңдадым, сыйладым. Балалар 3 жасқа толғанша ешқай жерге жұмысқа шықпадым. Барлық балалардың ақысын бердім. Сөйтіп балаларым садикке барып, уже самостоятельно болып бастаған кезде өзім Қытай бизнесмен бастадым. Жалпы үйде отырып, декретте отырып, Қытайдан әртүрлі нәрселер заказ беріп жүрдім. Сөйтіп детский киім сатып көрдім, бижутерия саттым. И бір күні уже таныстарым сұрап бастады. Қалай саттыңыз? Жаңағы Reels, TikTok арқылы саттыңыз ба? Жоқ, ол кезде енді Reels, TikTok арқылы саттым деп айтпай қояйын, өтірік болып кетеді. Таныстарыма саттым, иә. Өзімнің бар бір 400-500 подписчигім бар, таныстардың танысы, құданың құдасы деген сияқты. Соларға сатып жүрдім. Мен ешқандай қарсыз бастадым. Мысалға ең бірінші бижутерия сатып көрдім. Бір 30 мың теңгемді салып бижутерия сатып, сол жерден 60 мың теңге шығардым. Сол 60 мың теңгеге детский киімдер заказ бердім. Осыдан бір 4 жыл бұрын ғой. Ол кезде біраз киім келетін. Сол киімдерді сатып, үстінен ақша қосып, сөйтіп сатып жүрдім да. Одан кейін ол жерде де табысты бола алдым. Сөйтіп Қытайдан заказ беріп жүрген кезде, то есть таныстарым сұрап бастады, маған да үйретші деп. Сөйтіп ең алғашында 3000 теңгеге үйретіп бастадым. Сөйтіп 5000, 10.000, кейін уже 200 мыңға дейін көтердім ең үлкен пакетімді. Сөйтіп өзім жұмыс жасап жүрген Карго Қарағанды, ол кезде Қарағанды қаласынан тұрдым. Кстати, Қарағанды қаласынанмын, Қарқаралы ауданы, Бастал ауылынанмын, білмейтіндер үшін орталықтың қызымын. Сөйтіп бастап кеттім. Сосын жаңағы Қарағанды қаласынан филиал ашуды ұсынды Каргоның. Сол жерде Каргоның филиалын аштық. Ол жұмыс кішкене қиын болды. Айттым ғой, жаңа физически жұмыс істеген ұнатпаймын деп. Грузчиктер бірде шығады, бірде шықпайды. Енді күнделікті төленетін оплата болғандықтан любой момент лақтырып кетеді. Күйеуім тамада, ол кісі тойда деген сияқты не всегда көмектесе алады. Сөйтіп жүріп, ол жерде еще мынандай ғой, каждый 3 күн сайын товар келеді. Сен 1 миллиондап тонналап грузды сатып аласың и өз ақшаңнан саласың, жаңағы ақшаны саған 1-1,5 айдың ішінде қайтарады. То есть по факту түсіп жатқан табысты үстінен көрмейсің. Түседі табыс, бірақ сен оны көрмейсің, қолыңда ұстап сезілмейді. Сөйтіп ол саладан кеткім келіп жүрді. Сөйтіп қызығып қарап жүрдім, осы қалай үлкен ақшалар табуға болады деген. Сөйтіп бір күні бір алматылық бір наставникті көріп қаламын. Жалпы ол кезде особо қатты түсінбедім, наставник деген кім, продюсер деген не. Әйтеуір анаған 500 мыңдап чектар түсіп атады, машина алып жатыр. И сондай бір нянясы бар, соған қызықтым да. Разборға жазыламын, сөйлесемін, айтады, бастап кетуге болады, осылай менде 1,5 миллион обучение. Сөйтіп тұрам да, все хорошо, мен аламын деймін. На тот момент мен черный списоктамын. Маған ешқандай рассрочка бермейді, жинап отырған ондай ақшамыз жоқ. Күйеуім айтып көремін, күйеуім айтады, қуасың ба сен, тем более Алматыда танымайтын адам, вдруг сен перевод жасадың, дальше жоқ болып кетті, не істейсің? Енді ер адамдар всегда андай трезво мыслить етеді ғой, біз ғой эмоцияға беріліп әйелдер. Сөйтіп ана кісіге қайттан жазамын. Егер мен наличкаға алатын болсам, қаншаға түсіре аласыз? Сосын ол кісі тұрады, айтады, давайте наличкаға бүгін кешкі 8-ге дейін салсаңыз 1 миллион теңге деп. Сөйтіп күйеуіме айтамын, келсем, давайте мен өзім бастап көрейінші, ақшаны өзім бір жерден табайын, ол ақшаны өзім ақтаймын. Ақтай алмасам да бірдеңе қылып өзім жабам каким-то образом. Все хорошо, көр ал. Жауапкершіліктің барлығын өзіме алдым. Все жарайды, көр деді. Сөйтіп әпкеме барам, енді всегда туғанымызға барамыз ғой. Үлкен әпкеме барам да, айтам, маған осындай ақша керек. Ол өзі декретте отыр негізі. Мен айтам, маған бірдеңе қылып тауып берші. Ол кредит дегенге қарсы, сөйтіп бір таныстарынан тауып береді. Сөйтіп бастап кетемін. Бастаймын да, енді менде достигаторство тұр, ана ақшаны ақтау керек, жабу керек. Еще сестрам ұрсады, остан подводить ет, қаталып сестрам. Таяқ жейсің деп. Сөйтіп жаңағы блогымда өзімнің
бір сол 400-500 подписчигіма сторисқа салып бастаймын: қыздар, мен осындай қымбат білім алып жатырмын, жалпы жеке бренд дамуды, блог жүргізуді, блог арқылы ақша табуды үйреніп жатырмын, осы алған инсайттарыммен бөліскім келеді деп бизнес завтракқа шақырамын. Сол жерде тәуекел еткенім настолько, егер стол накрывать етіп қойдым бір 50-60 мыңға, егер сол жерде ешкім менен обучение алмай келсе, счетты жабатын ақша жоқ менде. Рисковать еткенсің. Иә, жаман рисковать ететін адаммын. Сөйтіп, өзі тегін болғандықтан 20 шақты адам жазылды, нақты келгені бір 12 ма, 14 па, сондай қыз болады, 14 қыз болады. Сөйтіп келеді, 4 емес бір 8 беттік презентация жасап барғым ғой, білмеймін ғой, кісімен наставнигімен 2 ақсазым болды. И то біреу бірінші танысу, екінші жалпы запуск деген не екен. Сонымен түсінгенім бойынша түні бойы отырып презентация жасап барамын, қыздар жиналады, түсіндіремін барлығына, и барлығы шығып кетеді. Жанындағы подругам уайымдап жатыр: айттым саған бағана заказ бермей қояйық, өздері төлесін деп, не үшін бердің мына счетты деп. Мен айтамын, жоқ, өзіміз төлейміз, жарайды, бірдеңесі болады деймін да. Намазымды оқып аламын, сол жерде намазымды оқып аламын, и бір қыз жүк көріп қайтадан кіреді. Айтады: қазір үйге барсам мен тағы ойланып қалатын сияқтымын, маған осы нәрсе керек, мен осы витаминдермен айналысады екен, 300 мың теңгемен жүрмін, табыс маған 500 мыңға шығу керек, еще маған айфон алу керек дейді, өзінде Samsung. Сөйтеді де 250 мың теңгеге сатып алады менен. Керемет. Алғашқы топтық наставницам не мәзбін, самый главный на счет табылады. И сөйтіп жаңа үлгермей қалған 2 қыз келеді, екеуі де 250-ден алады. 2 сағатта мен 750 мың теңге тауып мәзбін ғой. Жоқ, біз оны манты жасап, мен үшін ол 2 сағатта табу деген үлкен нәтиже болды. Сөйтіп кешке ыдыс жуып тұрсам, жаңағы подругам хабарласады, оны ассистент қылып алып қойған ғой. Подругам хабарласады: Каспи пейіңді қарасайшы, сен көрдің ба деп. Қарасам, тағы 3 адам оплата жасаған ғой, представляете? Что, керемет. Сіз миллионды сразу шығарып алып тұрсыз. Миллионды сразу шығарып аламын. Сөйтіп 1450 мың теңге ма сондай жиналып тұрады. Ертеңгі күні келе алмай қалған бір қыз айтады: мен осындай жинап жүрген, декреттен жинап жүрген 300 мың теңгем бар, давай сенімен бастайын, кеше бара алмадым, балаларды тастайтын жер жоқ болып деп. Сөйтіп алғашқы 1 миллион 800 ба 700 ұмытып қалдым, сондай ақшамды бір күннің ішінде сол кезде запускқа келгенмен 13 күн болды. 2 созвон өттім наставниктен. Настолько менде бешеное желание болды ақша табу деген. Сөйтіп бастадым. 1 миллион қарызын сразу қайтарып тастадым. Сізге мына жерде көмектескен өзіңізге деген сенімділік, жауапкершілікті алу, қорықпау, сомневаться етпеу. Сөйтіп бір жаңағы 1 миллионды табамын, сразу сестрама беремін, қайтарамын, и 750 мыңға біз үстіне ақша қосамыз да, барлығымыз барып бала шағамызды алып алғаш рет шетелге шығамыз. Ой, керемет. Содан кейін 2-ші айда сразу Дубайда наставничество деп. Запускта бір аймын, 2-ші наставничеством Дубайда деп өткізіп тастағам ғой. Сразу андай высокий потолок. Мен үшін невозможно деген нәрсе жоқ, Аллах шексіз ғой, береді. Бұл жерде сол ең бірінші маған көмектескен ол тәуекел ету. Мен андай ойланбаймын, вдруг болмай қал, вдруг деген нәрсе адамның өмірін құртатын нәрсе. И біз даже вдруг деген өзіне неге жақсы жағынан ойламаймыз. Вдруг мен тауып кетем, вдруг менен адамдар сатып алады деген сияқты. И сондай бір тәуекелдің арқасында осындай бірден табысқа жетіп кеттім. Содан бері табысым ешқашан 1,5 миллионнан түскен емес. Жалпы вообще осы сол 4 ай 1,5 миллион, 2 ай 1,5 миллион, 3 миллион, 6 миллион, содан 5 ай запуста жүргенден бастап 10 миллион таптым, содан түскен емеспін 10 миллионнан. Керемет, өте қуаныштымын сіз үшін. Мысалы, кез келген қыз баласы, әйел адамдар айына 10 миллион табыс таба алады. Әрине таба алады. Біздің қыз-келіншектерімізге өзіңіз сияқты жаңағы ай сайын миллиондар табу, 10 миллионға дейін табуға жаңағы еш күмәнсіз, жаңағы тәуекелшілікпен жұмыс бастап кетуге не кедергі? Жалпы олар не ұстап тұрады? Көбінде өзіне деген сенімсіздік. Біріншіден біз всегда мен қыздарыма айтамын, Аллахқа тәуекел ету керек, Аллахқа тапсыру керек. Сен мен жасаймын деген кезде сен оны жасай алмай қаласың. Мен осын Аллахқа ниет етіп бастап көремін. Алла өзі бір жолын ашады,
нәтижесін береді деп Аллахқа тапсырған кезде, ол Аллах өз жолыңды моментально ашып береді, жеңіл қылып қояды. жеңіл қылып береді. Біріншіден барлық жүкті өздерінің мойнына алу, жаңағы Аллахқа тапсырмау, уповать етпеу дейді ғой бірінші. Екіншісі постоянно өзін салыстыру деген ең адамды құрдымға апаратын қасиет. Ешқашан өздеріңізді біреумен салыстырмаңыздар. Әр адамның жолы, тағдыры, басындағы бағы басқа. Сен біреумен жарысам деп өзіңнің жолыңдан адасып кетесің. Автоматты түрде ана адам не жасап жатыр, соны жасап кетесің, хотя ол нәрсе сенің принциптарыңа қарсы келуі мүмкін. Вот сол кезде адам өзін жоғалтады, и біреумен жарысқан кезде всегда ол проигрышта болады, жеңіледі. Ал сен өз жолыңмен жүрсең, ешкіммен жарыспасаң, өзіңнің темпіңмен, бір адамдар болады жылдам жасайтын, бір адамдар болады асықпай жасайтын. То есть анау жанталасып тез жасап жатыр екен деп сен де тез жасауға міндеттемесің. Сенің өзіңнің темпің бар, Аллах жаратқан өзіңнің табиғатың бар, сол табиғатыңмен жету керек. И мына нәрсені айтқым келеді барлығына. Қыздар, ешкімнің, вот даже сіздің подписчиктарыңызды тартып алған күннің өзінде, сіздің продуктыңызды, сабағыңызды один в один көшіргеннің өзінде, товар сатып жүрсеңіз, дәл сіздікіндей товар әкеліп тура өзіне қойып қойған өзінде әр адамның өзінің ризығы бар. Нені тартып алса да ешкім сіздің басыңыздағы Аллах берген бағыңызды тартып ала алмайды. То есть сіз келе жатсыз, мына жерде сіздің ризығыңыз тұрма, сіз хоть 10 күнде болсын, 20 күнде болсын, бір айда болсын, бір күнде, бір сағатта болсын, ол ризыққа сіз жетесіз өз темпіңізбен. Оны бүйтіп ешкім біреудің жолына түсіп бүйтіп алып ала алмайды, өйткені әркімнің өз жолы, тағдыры, өз бағы бар. Сондықтан осы нәрсені білсе, менің өзімнің Аллах берген бағым бар, менің Аллах берген қабілеттерім бар, маған Аллах көмектеседі, Аллах жолымды ашады. Мен самый главный Аллахқа тәуекел етіп, өзімнің әрекетімді жасауым керек болды деген ойда болса, адам нәтижеге жетеді. Все получится, да, бәрінде қолынан келеді. Керемет, рахмет. Енді бір соңғы сұрақ. Бағандан бері енді көп нәрсе айттыңыз. Мен ойлаймын, өте пайдалы. Қыздар осыны дұрыстап тыңдап, сондай бір өздеріне деген сенім пайда болса мықты болатын еді. Яғни қыздарға өзінің сенімділігін қалай арттыру керек? Жалқаумыз дейді, мысалы, олар айтуы мүмкін, сіз мысалы намаз оқисыз, сіздің күйеуіңіз қолдайды, сіздің сестраңыз болды поддержка жасайтын. Мысалы, сондай отмазкалар көп қой, андай 1045 шағым айтады, 1045 себеп айтады. Вот сол үшін біздің жолымыз, біз бастай алмаймыз деген сияқты. Оларға не айтатын едіңіз? Ол адамдарға айтатын едім, өзіңе жауапкершілікті алу керексің. Сенің өміріңе сен жауаптысың. Ертең мысалға қазір сен бастамадым, мен мысалға бағана айтып өткендей идеальный моментті күтпеу керек. Қазір қалай бар, солай бастап кету керек қолыңдағы ресурспен. Мысалы біреу айтады, вот біз қазір мен арықтап алайын, блог жүргізуге мен фигурам келмейді, көрсеткім келмейді, арықтап алайын, сол кезде түсіремін. Арықтайды, арықтағаннан кейін ойлайды, мен үйім инстаграмный емес, давай үйіме ремонт жасап алайын, сөйтіп бастайын деген сайын, ол өзінің жаңағы арманына жеткісі келетін точкасына деген жолды тек ұзарта береді. Просто уақыт жоғалтады өзінің армандарына жетуге. Ал ешқандай сылтау айтпай, жауапкершілікті өзіңе алып, өзіңде қалай бар, сол өміріңді қабылдап, мысалға үйің инстаграмный емес па, ничего страшного, солай бастап кет. Наоборот, адамдарды сол нәрсе мотивировать етеді. Мынау кезінде бір комнаталы страшно үйде тұратын, осылай жеңіске жетіп, ақша тауып, қазір осындай үй алып жатыр деген нәрсе, наоборот, одан сайын сізге деген аудиторияңыздың лояльностін көбейтеді, құрметпен қарауға, сізді сыйлауға деген бір көмегін тигізеді. Сол себепті адам бірінші өзіне жауапкершілікті алу керек, сосын жаңағы ожиданиені алып тастау керек, идеальный моментті алып тастау керек, қазір бастап кету керек, болды. Ақнұр ханым, бүгінгі сұхбат өте қызықты болды, өте тез өтіп кетті. Мен өте қуаныштымын, өзім де сізден көп нәрсені үйрену керек екенін түсініп жатырмын. Қазір біздің оқырмандарымызға уақыт аяқталып қалды. Не айтқыңыз келеді? Жалпы мен айтқым келеді, қыздар, әрқашан өздеріңізді бағалаңыздар, себебі
Аллах бізді бәрімізді ерекше бір махаббатпен жаратты. Ешкім ешкімге ұқсамайтын, әркімнің өз жолы, өз тағдыры бар. Ешқашан біреудің өміріне қарап қызықпаңыздар, өйткені біз білмейміз. На самом деле ол камерада күшті болып жүруі мүмкін, әр жағында оның қандай өмір жатыр. Жалпы осы точкаға дейін ол қандай сынақпен келуі мүмкін да. Сондықтан біреудің жолына, біреудің өміріне қызықпаңыздар, өздеріңіздің армандаған өмірлеріңізді жасауға тырысыңыздар. Ол үшін мен жаңа осы подкаст бойы айтып кеттім, тәуекел ету керек, өзіңе жауапкершілікті алу керек, и Аллахтың шексіз мейірімді екеніне сену керек, Аллахтың әр раззақ екеніне сену керек. Ризықты беретін Аллах, сіздің ризығыңызды ешқандай адам бермейді. Сондықтан бастап кетіңіздер. Қазір негізі танымал болудың, жалпы үлкен ақшаға жетудің жолдары өте көп қой. Қазір оңай, бұрынғыдағыдай емес. Бұрын танылу үшін сен әнші болу керексің, актер болу керексің деген сияқты болатын. Телеарнада жүру керексің. Медийная личность болу керек болса, қазіргі таңда тұрақты түрде блогыңды жүргіз, өзіңнің өміріңмен, өзіңнің айтар ойларыңмен просто блогыңды бөлісіп баста, сол арқылы сен аудитория жинайсың, жеке брендіңді дамытасың. Жеке бренд деген қазіргі таңдың активі. Жеке брендің болса, сені адамдар сыйлайды. Сен кез келген жерде қандай бизнес бастасаң да, сенің жеке брендің болып тұрса, сенің клиенттерің де дайын тұрады, уже саған сеніп келетін. Сондықтан блог жүргізіңіздер, жеке брендтеріңізді дамытыңыздар, армандаңыздар. Армандарға жету негізі өте оңай. Егер адам шын қатты қалап, миы соған сенетін болса, жалпы осы енді подкастымыз өте пайдалы болды деп ойлаймын. Сондықтан осы дамығысы келетін қыздарға, өзін мысалға дамытқысы келетін, қандай да бір кәсібін масштабировать еткісі келетін қыздар болса, менде осы бір ай бұрын демо наставница өткен болатын. Ол бізде уже өтіп кетті, 7 күндік. Ол жерде ең бірінші жаңағы перепрошивка мышления, жалпы миллионер болу үшін ми қалай жұмыс жасау керек, қалай өзіңді қабылдау керек, қалай Аллахтан сұрау керек, состояниесі қандай болу керек адамның, блогты қалай жүргізу керек, блогты неден бастау керек, қалай контент жасау керек, қалай сату керек, барлығы туралы айтылған біздің мини курсымыз бар. Осы подкастты соңына дейін қарап, инсайттарын, кері байланыс жазып, инсайттарын салып, мені отметка жасаған қыздарға сол курсымды тегін бергім келіп отыр. Қандай керемет сыйлық. Рахмет. Сіздердің былайша айтқанда бір стартаптарыңыз болсын деген оймен. Өте керемет. Мен ойлаймын, бұл өте керемет сыйлық. 7 күндік сабақты сіздерге тегін беріп жатыр. Міндетті түрде осы подкастты соңына дейін көріп, кері байланыс жасап, Ақнұр ханымды өздеріңіздің Инстаграм, ватсаптарыңызда белгілеп кетсеңіздер, сол сабақты ала аласыздар. Бұл совершенно бесплатно, қыздар. Сол үшін Ақнұр ханым, сізге үлкен рахмет. Керемет сұхбат болды, пайдалы болды деп ойлаймын. Осы сұхбатты көріп, біздің қазағымыздың көптеген қыздары мотивация алса екен, өзіне деген сенімдері ұлғайса екен, тәуекелшіл болып, оларды ай сайын миллиондап табуына біз себепкер болайық. Әмин. Сізге үлкен рахмет. Өте қатты ұнады. Барлық енді ашалдыңыз деп ойлаймын. Менде осы миллиондарға жеткізген қабілеттерді мен қыздарға айта алдым деген ойдамын. Сондықтан бұл да бір қандай көрген жай подкаст болып қалмай, осыдан бір әрекет етіп кетсе, біз үшін үлкен бір жетістік болар еді солда. Өте керемет. Барлықтарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.